Сәлем, достар! Қазір шашымды жинап алайық. Бүгін біз 5 минутты макияж жасайын деп тұрмыз. Достарға сәлем жолдаймыз. Макияж жасау үшін бізге не керек? Так, мынандай Лабубудың косметичкасы. Ішінде не бар екенін көрсетейін ба, достар? Міне. Бұл Айкөркемнен Ақжанның косметикасы. Ақжан жақында тісі түсіп қалды да, сонымен Фея осындай косметичка әкеліп берді. Тень бар ішінде, помада бар, значит карандаш болу керек. Ол что-то жоқ. Значит, не бар. Браслетик бар екен ғой. Ал, достар, біз макияжымызды бастаймыз. Так, столды былай қойып қойдық. Значит, біздің үйдегі кішігірім косметика. Бізде не пайдаланамыз, иә? Значит, BB крем бар, міне. Одан кейін Помада бар? Мынандай помада бар. Киконың помадасы. Мынандай не бар? Кисточкалар бар. Туш бар. Не бар? Мындай бар. Мындай бар. Атын білмейміз. Мынау контур жағады ерінге. Мынау көзге жағатын тоже подводка. Мынау қасқа арналған. Мындай да кисточкалар. Мындай карандаш. Мындай. Помада. Жағатын ана жақта. Мындай көргендерді көрсетпейді сол кезде. И мынандай помада бар. Бұны біз қыздардың арманын орындаймыз. Еще ана қыздардың несі бар екен. Ал, достар, кеттік. Бірінші неден бастаймыз? Бірінші мынандай BB кремнен бастаймыз. BB крем. Ой. Қыздар тұрғаныздар. Вау. Қыздар бұрын мына боянғысы келген. Қазір ұзақ болып кетіп жатса, видеоны қоятын боламын. Пока что өстіп түсіріп жатырмын, достар. Ой, красавица көбеймелер егаз. Біреуаға екен мынандай жағатын. Так, мен іштен жаңа BB крем жақтым. Так, екі қызды бірдей жағып отырмын. Мұны көрдіңіздер ма? Ай, көрген беті. Мұндай үйдегі освещение оншаға болмай тұр. Так, негізі бәрі күшті. Одан кейін қасымызға мындай не қыламыз? Жағатын боламыз. Жай ғана. Бізде табиғи қас. Өстіп қоямыз. Өстіп көрмейді ма? Түбітірі. Біздің макияжымыз мынау ма сіздерге. Енді Ақжандікін істейін қазір. Неғып жүргенше. Үлкендердікіндегі боянғысы келеді да бұл қыздар. Ертең өскенсін бояйсыңдар, бірақ мен енді бүгінше сендердің армандарын орындап берейін дедім. Иә? Сендерге ұнап ма? Иә. Міне мындай табиғи қасты өстіп, қастарын жоқса өстіп не қойыстыр. Ой. Деймін болмайды өстіп. Тарап қойыстыр ғой мұны. Сияқты отырады. Енді келесі достар мындай. Анандай көздің астына мындай көгергендерді бәрін не қылатын, жауып қоятын, көрсетпей соны жағып қошамыз қазір. Достар мында көздің астында көзін не көрген. Өстіп аламыз. Көгергендер болады ғой кейде. Сол кезде сондай жағып атын не екен білмеймін. Примерно ғой енді. Енді туш жағамыз. Тушымыз міне осындай. Кірпікке жағады. Тушты? Так, кел. Көрген. Болады қазір. Қойылайын көп сияқты отырды. Все болды. Так, достар, осындай нетсен жағайын деп отырмын. Көзге.
көзін жұмды. Тез жағын. Жай ғана жағын, жаймен жағын. Болды. Міне, ана бір қолмен камера ұстап тұрғансың. Ыңғайсыз болып тұр. Так, достар көрінді ма? Kedен ayaklarını ayaklarını sanki. Ыңғайсыз болатыр достар. Бізді қолдап подписка жасап кеттіңіздер, лайк басып кеттіңіздер, кәне екінші көзім. Подписаться етіп кеттіңіздер. Біздің видеомыз ұнап жатыр ма достар? Молодцы, лайк басыңдар. Так, енді достар, ерінге помада жағамыз. Андайлар бар енді, олардың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жылтыратып тұратын бетті. Мынандай подводкалар, оның да қажеті жоқ деп ойлаймын. Достар, қазір помада, сосын андай блеск жағам. Осындай желіне контур кремспен жағатын боламын қыздарға. Біздің айкөркем ерінің кішкентай. Таңдайып жағамыз. Мимишный ерін. Так, осылай жағамыз. Мынадан жағамыз. Карандашик. Geri жақындасың. Ыңғай соп тұру бәлкіші. Жағатын ба достар? Дұрыс айтып тұрмын да неге не жағатын атын жазып кетіңдер жаңа косметикалардың. Мен атын білмеймін даже не екен. Интернеттен көріп алып жүрген затын сол. Ұмытып қалам еще неден не жағатын. Өзім көп оянбаймын. Енді ақ жаңғап мұндай блеск жағайында отырмын. Қыздар бір рет боянып жатыр. Сондықтан білмеймін. Күшті өтір достар. Так, біздің рубрикамыз 5 минуттық макияж деген сіздерге ұнады ма достар? Достар, өстіп сіздерде осылай жасасаңыз әжеттің барлығы бардақ болып кетті. Достар, бізге подписаться етіңіздер. Лайк басыңдар. Колокольчик басып қойыңыздар. Біздің макияж ұнады ма, комментарий жазып кетіңіздер. Ұнаса лайк басыңдар. Бізге еще қандай косметика алу керек, соны комментарийге жаза кетіңіздер. Мен не нәрсені дұрыс жасамадым, соны айтсаңыздар болады. Қайсы екен? Я помадым дейсіз. Сол біздің рубрикамыз 5 минуттық макияж. Осымен аяқталды достар. Сау болыңдар.